мақсаты ежелгі философтардың көзқарастарына қарапайым түсіндірме беру. Бағалау критерийлері ежелгі философтардың көзқарастарын қарапайым түрде түсіндіреді. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері: философ, филия, сөйту, софия, даналық. Грек тілінен аударғанда даналыққа деген сүйіспеншілікті білдіреді. Ежелгі заманнан бастап адамдар қоршаған әлем, қоғам туралы ойланды. Ондай адамдарды ежелгі грекияда философтар, яғни даналықты жақтаушылар деп атады. Философтар қоршаған орта мен құбылыстарға жүйелі түсініктеме беруге талпынды. Ежелгі Грекияның әлемге танылған философтар олар Сократ, Платон және Аристотель. Балалар, ойлап көріңіздерші. Мінсіз қоғам туралы түрлі еңбектер жазған ежелгі Қытай ойшылдарын атай аласыздар. Билеуші, азамат, әке, ал баласы бала болу керек. Әрбір адам армиян заңы бойынша өмір сүру керек. Сонда тәртіп болады. Халық биліктен қуатты болған жағдайда мемлекет әлсіз болады. Ал билік халықтан қуатты болса, онда әскері мықты болады деп тұжырымдаған Қытай ойшылдарын атап өтеміз. Оғызы және Шаңян. Сонымен, Афинаның алғашқы философы Сократ осы қалада дүниеге келіп қызмет етті. Ойшыл қала көшелері мен алаңдарында адамдармен кездесіп сұхбаттасты. Өз сөздерінде Сократ афиналықтарды мейірімділікке және әділеттілікке шақырды. Ол адамның басты артықшылығы білімді болуы есептейді. Сократтың өзі ешқандай пәлсапалық шығармалар жазбаған. Біздің бұл кісі туралы білетініміздің барлығы оның замандастары мен шәкірттерінің жазып қалдырғанынан алынған. Олардың ішіндегі ең маңыздысы Платон, сонымен Ксенофон, Аристотель сұрақтарға жауап іздеді және маектика әдісін ашты, пайдаланды. Сократ афиналықтарды мейірімділікке шақырды және әділеттілікке. Ол адамның басты артықшылығы білімді болуы деп есептеді. Сонымен, Сократтың диалог түрінде өтетін ашық әңгімелердің тақырыптары: адамгершілік, зұлымдық, ізгілік, байлық, даңқ, денсаулық, сұлулық және махаббат тақырыптарында түрлі әңгімелер қозғаған. Келесі Грекияның танымал философы ол Платон. Платон атақты және аса қуатты бай жанды ашық, Сократтың шәкірті. Афина мен Спарта арасындағы бақталастық күшейіп, 431 жылы Пелопоннес соғысының басталуына әкелді. Соғыстың нәтижесінде полистік ұрыс тудырып кетті. Сол себепті философ Платон мінсіз қоғамның өзіндік үлгісін құрастырды. Бұл әділеттілік пен бейбітшілік үстемдік ететін қоғам болды. Оның түсінігі бойынша билеуші әрі философ әрі данышпан адам болуы тиіс. Сол кезде ғана ол әділетті билікке қол жеткізуге ұмтылады және осының нәтижесінде адамдардың өмірі жақсарады деген қорытынды жасады. Платон адамдарды қабілетіне қарай үш топқа бөлді. Бірінші топ данышпан, яғни философтар, билеуші болу керек. Екінші топ ең батылдар мен күштілері, әскерилер, күзетші болу керек. Үшінші топ ақылды әрі адал адамдар, егінші, диқан және қорғаушы болу тиіс деп тұжырымдады. Ғылымның атасы ол әрине Аристотель. Платонның атақты шәкірттерінің бірі философ Аристотель болды. Білімнің алу
заман тілі саласына қосқан үлесі үшін оны бірінші ұстаз және ғылымның атасы деп атады. Аристотель түрлі салаларда ғылыми еңбектер жазды. Ол категориялар, аналитика, топика, физика, метафизика, эстетикалық трактаттар, саясат, риторика және поэтика секілді еңбектер жазып қалдырды. Аристотель биліктің дұрыс және бұрыс түрлерін ажыратқан. Философ басқарудың ең жеңілден түрі ретінде политияны анықтаған. Мұндай қоғамда мемлекетті басқаруға бұқара халықтың көпшіл бөлігі қатысады және барлық адамдардың игілігі үшін билік жүргізеді. Мінекей балалар, біз сіздермен Грекияның танымал үш философы туралы айттық. Енді сабағымызды қорытындылау мақсатында бірнеше тапсырма орындап қойдық. Көрдіңіздер ме оқушылар, сіздерге жаңағы Грекияның философтарын атап өтті, иә? Кімден атап өтті? Аристотель, Сократ, Платон, иә? Жаңағы Сократты
باستمرار